Қайырлы түн, құрметті көрермендер. Біз қадір түніне арналған бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің келесі келіп отырған қонағымыз бүткіл әлемді, Қазақстанға, тылсым сыр әлемін, Қазақстанды сол сала бойынша таныстырған Қазақстан халық емшілер қауымдастығының президенті, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, ақын, сазгер, мәдениет танушы және өте бойдақ танушы, ғалым, халық медицинасы салаларының академияларының академигі, профессор, 30-дан астам мәдени рухани тылсым құпия сырлар жайында кітап жазған, 20-дан астам әннің сөзі мен сазын жазған, яғни оның авторы Зиядан Қажы Қожалымов ағамыз біздің студиямызға келіп отыр. Біздің аса құрметті қонағымыз десек болады. Өйткені барлық қазақстандық қарапайым көрермендер Зиядан Қажыны 8 қырлы бір сырлы деп есептейді. Яғни бұл кісі ән де жазады, өлең де жазады, кітап та жазады, тылсым дүние жайлы сыр шертеді. Бүткіл Қазақстан халық емшілер қауымдастығын басқарып отырған үлкен тұлға. Ендеше сіз негізгі мамандығыңыз инженер, механик, электрик. Осы саладан осындай дәрежеге жетудің өзі бір керемет құбылыс, немесе қазақ тілінде айтады, қазаққа атамыз айтады, қасиет дейді, батырлық дейді. Енді өзіңіз сырласып осыны айтып өтсеңіз, қалай келдіңіз бұл салаға? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші қазақ елінің бүкіл мұсылман халықтарын бүгінгі қасиетті қадір түніменен құттықтаймын. Ұстаған Рамазан айының оразалары қабыл болып, жасаған тілектері, баталары қабыл болсын. Елімізде, жерімізде тыныштық болсын. Алла тағала халықтарға ынтымақ беріп, елбасы мен ел президентіне, мемлекетті басқарып отырған азаматтарға ынтымақ пен береке бірлік берсін. Қазақ елінің халқы мынау ауыр жағдайлардан тез шығып, бүгінгі болып отқан келе жүрі Рамазан айының оразасында амалетін ойнап күліп жетуге деген ниетімізді жаратушы ием қабыл етсін. Өте жақсы. Енді Зиядан Қажы жаңа сұрақ басында қойып кетті, қалай келдіңіз бұл салаға? Менің негізгі мамандығым инженер электрик. Бірақ мен сонда оқып жүріп, ғылым академиясында 2 жылдық мәдениет факультеті ашылған. Оны профессор Романқұл Бердібаев басқарды. Сонда мен марқұм Мұхтар Әуезовтен басқа барлық қазақтың бүгінде өмір жоқ ұлылардың барлығының лекциясын тыңдап сабағын алған. Маған сол ойлаймын, ол адамдардың дарындылығы да әсер етіп жатқан шығар деп. Екіншіден, жас кезімнен де алғаш осы әдебиет саласына жыны барам десем де, бірақ басқа мамандыққа түскеннен өзімдегі әншілік, әдебиетке деген, басқа да өнерге деген құмарлығым жас кезімнен бар. Менің ата тегімде бар. Апам марқұм аға атанған Өзипа Сәмеқызы тамаша рухани сауықтырушы, діни адаммен айтыскер ақын болған. Әкелеріміз де солай болған. Сондықтан сол тектік қасиеттен дарып жатыр деген ниет бар. Бірақ қазақта 8 сырлы бір сырлы дейді. Бұл қасиет болды. Коммунистік партия бір мамандықпен ұстады да, қалғанның барлығын жапты уағызында. Десе де осы егемендіктен кейін халқымыздың тәуелсіздік арқасында бүгін барлық адамдардың да бірнеше қасиеттер ашылып жатыр. Ал бұған таңғарудың ешқандай ештеңесі жоқ. Біз қазақ ұлы халық. Жеті-атаға толмай үйленбейміз. Қанымыз таза. Оның авторы ұлы Шипагер 15 ғасыр Өтебайдақ ұлы Әженбек ханым жарғысыменен сол заманнан бері осы дәстүрді сақтап келеміз. Бүгінгі күні әлем халқына қазақ деген ұлттың ұрпағының қай салада болса да, ғылымы ба, мәдениеті ма, спорт па, тағы танытып жатыр, әлі де таныта бермек. Сондықтан кейін кезде мен мынау әндерді жазған кезде, көбінесе қысылған кезде, өйткені мен 20 жылдай менің қауымдастығымды құртуға айланған бірнеше ұйымдар, белгілі адамдардың ұйымдастыруыменен жаңағы маған қысым жасады. Ал 20 жыл оңай ма? Ойлаңызшы. Сонда да мен шыдадым, бір құдіретті күш мені жібермеді. Бүгінде иншалла қауымдастықтың абыройы да,
әлемге таныла бастады елімізден басқа. Тірліктері де жаман емес, іс жоспарлары да жүзеге асып жатқан жайы бар. Ал енді мен кітап жазғанда мен көбінесе ғарыштық жүйеменен байланыстағы адаммын. Менің түнгі ғажайып деген кітабым бар. Сонда мен ана дүние мен мына дүниенің барлығын көріп, жаныма көрсетіп, барлығын сол кітапта мен бәрін баяндап берген. Сондықтан да сонда ана дүниеде адамдар қалай тірлік етеді, олар қалай жаңағы, олар да намаз оқиды екен, олар да жаңағы неше түрлі техникалардың детальдарын шығарады екен, олар да киім тігеді екен, олардың да шекпенімен неше түрлі көйленшекке орнасы болады екен, бірақ түр тұлғасы қарағанда біздікіне ұқсамайды. Оны мен жатып ауруханада 2010 алған едім, бірақ кейін 1-2 жылдан кейін соны кітап етіп шығардым, сонда барлығы түзілген. Көбінесе мен түнде қаян аламын. Менің жатқан бөлмемнің төбесінде бүкіл ғалам барлығы орналасып кетеді. Мен соған қарап отырып, жаңағы не болатындығын, жақсылық болатындығын етемін. Ал енді жаңағы түнгі ғажайып кітабын жазып көргенін қойсың алдында мен білмеймін, өзімнен өзім бірінші халқыма, еліме, бүкіл азаматқа деп 41 түрлі тілек тіледім. Ол 41 тілекті мен қалай айттым өзімді білмеймін, қолыммен санап отырмын. Сонан кейін ары қарата жаңағы ғажайыптың қаламаттары көріне бастады. Міне, сондықтан да менің кітаптарымның барлығы кездейсоқ емес. Бірақ көп оқимын. Бір кітап жазудың өзі бірнеше жыл кетеді. 30 кітап жазу шынымен де бір тылсымның құпиясы болып тұр ғой. Ал енді сонда мен оны көп оқимын. Көп дүниежүзілік ғалымдардың бұл еңбектерін оқимын. Мынау көне біздің қасиетті бабаларымыз бар, киелі солардың аңыз бойынша да атқарған қызметтерінен көптеген нәрселерден содан ойға жүйелей келіп жаңағы жалғастыра беремін. Екінші бір сарымды айтайын енді. Мен жазған кезде ұзақ жүремін. Бір толқын келген кезде бастап кетсем, егер біреулер келіп 2 сағат мен айландырса үндемеймін. Бір күн үзіліс болса да үндемеймін. Бірақ келесі келген кезде ең ақырғы жолын, 2 жолын оқимын да ары қарата кете береді. Міне. Ал енді бүгінгі күні мен ешкімнен кітабын ұрлаған болсам, я болмаса бір еңбектерін еткен болсам, пайдаланған, көрсетілген пайдалы әдебиеттерде. Онда біреу болмаса біреуден маған арызданар еді, иншалла өзің еңбектерін барлығы өзінің оқырмандарын тауып жатыр, әндерін де тауып жатыр енді. Осыған тауба деп жүріп жатқан жайымыз бар. Өте жақсы. Енді мынау сіздің өлеңдеріңізді тыңдаған кезде, сіздің басқарып отырған қауымдастықтың өзінде ылғи арқалы дейді ғой. Бойында тұнып тұрған өнер бар адамдар сіздің артыңыздан ілесіп жүр. Өте көп адамдар. Солардың бәрі теңселіп кетеді ғой сіздің әніңіз тыңдалған кезде. Соның бірі мынау қадір түнде біз сізді әдейі шақырып отырған себебіміз Иманым ай әні. Бұл ән қалай дүниеге келді? Иманым ай менің әндерімнің барлығына құдірет деген қай әнім болсын барлығы алғаш емге пайдаланды. Құдіретті қосқан кезде 92-93 қызды әйелдер емшілер айтады, анау жынданып келгендер отыра қалады да есін бірден жияды дейді. Бірақ кейін кезде мынау емшілердің сауатсыздығы мен көбеюіне байланысты ондай қасиеттерге мән бермейтін болды. Бір. Екінші мен Диана Шик деген осында ұлты неміс қой деймін, келінше осыдан 7-8 жыл бұрын менің 3 әнімді 4 орындап Жапонияға барып, Англияға барып, және Франциядан бірінші орын алып кетті. Ол тек қана басқұттардың әндерін орындайды екен. Сонда жаңа сіз айтқандай, балдың барлығы айтты дейді, бұл нағылған ән. Біз тазаланып, бүкіл денеміздегі ашылып, сондай көзіміз көтеріліп, ауырыздың бәрі жоқ болды ғой. Сен кімнің әнін айтып осында айтты дейді. Сонда айтып еді, осындай біздің президент бар, осындай кісінің деп. Сондықтан қазіргі кезде мұның қасиеттің барлығын сол орындаушылар мен тыңдаушылар өздері бағасын беріп анықтап жатқан жайы бар. Ал енді екінші мәселе, Иманым ай деген ән 1999 жылы осы бұқаралық және ақпарат құралдарында Астанада бір Алтын қазық деген компания жаяу адамдарды Мекке-Мединеге апарады екен, өзі көмек етеді екен деген сияқты хабарлама қаптап кетті.
шынында да ол ұйым бар екен, ол шын екен хабарламасы. Сол осы Алматыда маған бір жас журналистер, аға біз де барамыз, сіздің де өзі аты халықаралық этнойлық немене экспедиция деп айтылған. Онда бағыты Астана, Ақтау, Мекке, Медина, Ақтау, Астана. Содан қысқасы мен де келісім беріп 18-19 қыркүйекте 91 жыл Астанаға барып, 99 жыл кешіріңіз. Жиналысына қатыстық, бірақ күдіктілер жағдай болды, қайтып кеп 30 күні қайтадан Астанадан қысқасы аттанатын болдық. Басында 300 адам деді. 300 адам арқылында 45 бақ, 50-ге жетпейтін адам болды. Неге десе, оның біреулері самолетпен барып Ираннан қосыламыз депті, біреу Кувейттен қосыламыз депті. Сонда оны ұйымдастырып отырған жаңағы Алтын Қазақтың жақсы адам үлкен кісі, бастығы, соңғы атқарушы директоры Сәдібек Тәңірберген деген кісі. Сәдібек Тәңірберген кісі екен, пайғамбар жасын ашқан. Соның кейін мынау Нәсруллах деген қоғамдық ұйымның Қазыбек дейді, Байшопа дейді, оның ешқандай рөлі болған жоқ. Соның кейін мынау сол кезде Петропавлда жұмыс істейтін, қазір Алматыда, Астанада істейді, белгілі қазақтың үлкен азаматы Сәрсенбаев. Талим еді. Алғашында сол азаматтар ұйымдастырып, тағы да бір көрнекті азаматтар бар, профессор сендік. Сонымен біз пойызбен аттандық. Ақтауға бардық. Ақтаудан Жаңаөзенге жеттік. Осындай сонда бір адамымыз бар, бәрі ұйымдастырып қойды деген Торғауыт Шәкизер деген азаматымыз бар дейді. Бірақ ол азамат 2 ай болды дейді, қанша болды іштек орындамаған. Сол Жаңаөзенге келген кезде халықтар бізге өте қарсы болды. Себебі ішімізде жаңа Тәңірбергеннен бастап басқарып барған барлық сақалдары бар. Бардық, тағы да солай басталды. Маған осындай Ибра университетінде жаңа филология кафедрасының бастығы айтқан профессор, анау мына бетін жазбайсыңдар, жазбаймыз. Сонымен сөздің қысқасы өте ауыр жағдай болып атты. $300 жинап алды. $300 осы жетеді дейді. Қайдан жетеді $300? Сонымен адамдар жағдай өте ауыр болды. Мен сонда барып, мешітте қариялармен танысқаннан кейін, сол кісілердің барлығы мен телевизиядан көрген, айналайын Зиядан сенсің ба деп мені жандарына шақырып, қонақ етіп, содан бір жаңаөзек әкіммен танысып, жаңағы бір жақсы жігіт екен, Мақажанов деген. Сонымен барлығы қысқасы бізге азық-түліктен адамдарға. Сонан кейін түн ішінде күндіз арнайы бақылау орындары күзет адамдарын қойды. Міне, анау Тәңірбергеннің айтатыны сол жаңағы тек кітап жаз, қаны ішеді, қаныңды ішеді. Сонымен біз қысқасы неге бардық? Ақтауға шақырып телевизиядан сөйледік. Жаңа Торғауыты бар, 2 ай бұрын кеткен. Ол үшеуміз отырдық. Тәңірбергенге адамдар қайтыс болса қайтеді дейді. Ей, көміп кетем дейді, көнбейсің сен. Ол халқы бар, елі бар, өзінің иесі бар аты бөлікті. Ол ары қарата тағы. Қысқасы қажылыққа кетіп баққан сапардағы әңгіме ғой. Иә. Сонымен біз қайтып поштаға келдік. Ол кезде сотовый деген пәле жоқ. Содан сөйлесіп жатқан кезде мен айттым, ана жігітке қатты айттым Торғауыт дегенге. Саған Алла тағала көрсетерін алдаған үшін мына халық. Өйткені елдің алды жылай бастады. 70-тен асқан кемпір шалға денсаулығы жарай жерге қағаз берген, медицина ол қаяқтан алып берді. Қалай алды? Білмеймін, біле алмайды. Соныменен ол адам далаға шықсақ жоқ, сөйтсе ол аузы басы қисайып далада құлап қалған екен, ауруханаға алып кетті. Сонда мен Тәңірбергенге айттым, сен бүгін кетесің, кетпесең сен де көресің дедім. Сонымен екеуі бір түнде жоғалды қашып. Далада қалды адамдар бар. Астанаға келдім, ойбай бүйтіп жатырмыз, сөйтіп жатырмыз, ешқандай рұқсат жоқ. Сонымен біз таңертең сағат 5 пен 6-ның уақытында тұрып, 6-5-те түнде намаз оқып отырсақ, бітіп батаны қайыр берген кезде құлағыма дыңылдаған осы Иманым Айдың үні келді әнінің. Сонан кейін сөзге батыр. Жорытып, кең даламен келеміз біз, жарысып, желмаямен желеміз бізді оң құлағыма. Былай қарасам, мына керегеңіз дала болып кеткен.
кетіп баратқан жаңағы түйеге мінген адамдар, түйені жетектегендер, жаяу жүргендер қаптап кетіп бара жатыр. Сонда құлағыма ай сорлар-ай, құрисыңдар ғой деген бір дауыс келді. Жүгіріп шығып намаздан кейін барып, жазып алған диктофоныма жазып, жаңағы музыкасы ғой енді, ауызбен айтып, сөзін артынан түзеп, жазып, өйтіп бүйтіп, сонымен енді мұны кішкене айта бастап едім. Жаңағы жылаған кемпір шал барлығы қуанып, қуат бердің ғой бізге. Ойбай, біз есіміз жидық қой міне. Деп сонымен болмайды, енді мұны айтқанымен болмайды деп, сол қаланы араласам, бір музыкалық училище бар екен, соған барсам, Құдай оңдағанда директорым менің құрдасым, бойдан менде екен, бір жақсы адам екен. Өзінің отыратын кабинетін босатты да, бір қыз ба әйел адамды алып кетті, соған домбырамен тартып айтып жатырмын, мен былай айтып жатырмын, былай айтып жатырмын. Соныменен сол жаңа 2 күн айтқызып, соған диктофонға жазып алдық. Содан келіп, жаңағылар жылаған кезде соны қойып қояды. Кезек тыңдайды құлағына сап міне. Кейін Бекзатаға алып бардым, өзім ұйымдастырып. Соныменен сол енді ешкім жоқ, қаражат жоқ. Тәңірберген жатып, Астанаға келіп жатып алып жаңа торғауды. Әлі Сәрсенбай ұйымдастырғанда о да жоқ. Соныменен не істеу керек енді? Қайту керек. Енді жоқ, алға кету керек. Содан Жаңаөзеннің әкімі өте жақсы екен, олар бізге түйе дайындап тегін жаңа шығарып салуға түсіруге жаңағы бәрін дайындап орынбасарына міндеттеп мені. Сонымен кері қайтуға тура келді. Сондағы бір қарияның Қарабасынан көшіп келген екен, бір аяғын соғыста қызған. Ей қарағым, қайда барасыңдар? Мен 3 немісті жаңағы қираттым жоқ дегенде бір аяғымды бердім. Сен деді, мына қиын замандарда ит құс жеп кете ме, адам өлтіріп кете ме? Не іздеп барасың деген бүгінге дейін 20 жыл асса да мына жүрегімде сақталып тұр. Содан мен сол әнді шығардық. Міне, соныменен көңілдерін көтеріп, Бекзатадан кейін оны көрсетіп дегендей, сонымен қайтайық деп қайттық 1,5 айдан кейін. Ал енді арттан хабар жоқ Астанадан. 7 адам кетіп еді, соның 4-еуі мынау Түркіменнен бері қайтты. 3-еуі Иранға барып, арқа өткізбейді ғой енді. Соны қайтты, сонымен ол халықаралық жаяу барып қажылық осымен аяқталғанды. Ал енді осындай жағдайға шыққан өлең, кейін кезде мынау Ажар Сәтенова қарындасымыз кейін бір 7-8 жылда осыны орындап, қазір сол таратып жатқан жайы бар. Жақсы, сонда енді ол қажылыққа бару сол 91 99 жылы жаңағы түйемен жаяу жалпылап қажылыққа бармақшы ниет болды. Соғай ұйымдастырып отырған алтын қазық. Сол ұйымдастыру сәтсіз аяқталды, бірақ есесіне сіздің иманыма яғни дүниеге келді. Осы рухани мен азық болды. Иманыма яғни рухани азық болды. Маған да бүкіл сондағы кәрі жасына да көз жасы тиылды. Өте жақсы. Ал енді кейініректе өзіңіз сол қажылыққа бардыңыз ба жалпы Меккеге? Мен 2002 жылы өзім осы мешіт арқылы бардық. Есесіне бүгінгі күнге дейін сіздің әніңіз жалғасын табуда, әрі жалғасын таба береді. Алла қаласа алдағы уақытта бейне баян жасаймыз деген ниетіміз бар. Осы қадір түнде айтқан тілектің бәрі сөзсіз орындалады ғой. Өзіңіз бір тілек айтып бағдарламамызды тәмамдасақ. Енді сіздер мынау қазір мынау осы кейінгі кездегі жаңғыру бағдарламасына байланысты сөреге мына мәдениетімізді, салт дәстүрімізді, әдебиетімізді, ұлттық басқа жетістіктерін дамыту жолында мына баспасөз бұқаралық ұйымдар жақсы жұмыс істеп жатыр. Соның бір саласы мына телевидениенің өздері де бұрын кабинетке қойып бір журналистің сөйлеріне тапсырма беруші еді. Қазір жеке отау болып, өздерінше ойланып үлкен бағдарламалар жасап жатыр екенсіздер. Бірінші мына қоныстарыңыз құтты болсын, жұмыстарыңыз табыс болсын. Алла тағала осы тілегімізді әрқашанда қабыл етсін. Аллаху